6 сыныптың 607 есебін қарастырамыз. Амалдарды орындаңдар. Дәл осы амалдарды орындауымыз керек. Так, 8 көбейтемін -3, қосамын -7 неше болады? Так, ең алдымен мына жерде 8 пен 3-ті көбейтеміз. Неше болады? 24. -24 -7. Екеуі қосылады да минус таңбасы беріледі. -31. Келесі -2 и көбейтем -5. -2 мен -5-ті көбейтем және -12. -2 мен -5-ті көбейтем және азайтамын 12-ні. Көбейткен кезде 2 минус қосылып кетеді да 10 болады және одан 12-ні азайтсам -2 шығады. Келесі 35 азайту -7. 35 азайту -7 және көбейтемін 6. Бірінші көбейту амалы орындалады. 35 азайту деп жазып қоямын. Екеуін көбейтсем -42 болады. -42. 2 теріс сан қатар келіп қалған жағдайда қосылып кетеді. Сонда 77 болады екен. Келесі төртінші есеп. 32 бөлем -4 қосам 5. Так, 32 бөлемін -4 қосам 5. Так, 32-ні 4-ке бөлсем 8, алдында минус таңбасы бар. Қосам 5-ке. Так, 8-ден 5 азайтам 3 және үлкен санның таңбасын берем минус. Келесі 64 бөлем -16 азайтам 9. 64-ті 16-ға бөлсем 4 болады. Минус таңбасы бар. Және -9 бар. -9. Екеуі қосылады 13, минус таңбасы беріледі. Келесі 17 азайтам -12 бөлем 4. Так, 17-ден 2 минус қатар келіп тұр. Қосылады 29, оны 4-ке бөлем. Солай ма? 29 4-ке бөлінбейді. 29 бөлу 4 деп былай жазып қоямыз. Так, келесі 21 бөлем -3. Так, -21 бөлем -3. Азайтам 9. Так, 2 минусты бөліп атқаннан кейін ол плюс болып кетеді, 7 болады. 7-тен 9 азайтса -2 болады. Так, келесі -42 бөлем 6 қосам 10. 42-ні 6-ға бөлем 7, минус таңбасы бар. Қосам 10. 10-нан 7-ні азайтам 3 болады. Келесі соңғысы 27 азайтам -15 бөлем 3. Бірінші бөлу амалы орындалады. -5 болады. Оның алдында 27 азайту деген бар. 2 минус қатар келсе қосылып кетеді. 32 болады екен.